Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум барша дремлига сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап жеріңіздер. Қолдауды аямаңыздар. Өткен видеода қолдауларыңыз үшін көп рахмет. Достар, біз 1000 подписчикке сәл ғана қалдық. Давайте тезде жеткізіп тастайық. Енді Play Marketте уже Dreamliga 23-тің авасы шығып қойды, яғни алдағы 1-2 күнде шығады деген сөз. Мен айтқандай 3 желтоқсанда шығады ғой деймін. Бүгінгі видеода енді біз Dreamligada не өзгереді, қандай өзгешеліктер бар, қолымда бар ақпараттармен сіздерден бөлісетін боламын. Қызықты әрі маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін достар, видеоның соңына дейін көріп кетіңіздер. Ал олай болса мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Экрандарыңызға назар аударсаңыздар, осындай болады деп күтілуде сіздің құрамыңыз, яғни бұл жерде Левандовскийдің рейтингі 85, Сонның рейтингі 83, Де Брюйнің 86, Кулибалидікі 83 болып көтерілген, яғни ойыншылардың рейтингтері көтерілген, өте тамаша. Бірақ та қатты өзгешелік жоқ достар, қарап тұрғандарыңыздай. Dreamliga 22-ден қарағанда 23-тің түк айырмашылығы жоқ, тек ойыншылардың, яғни карточкалардың нелерін ғана өзгерткен, басқа енді бұл жерден өзгешелік таппадым достар. Мына бір скриншотқа назар аударсаңыздар достар, осындай full аккаунт жасап қойған екен, концепт жасаған, интернеттен, инстаграм желісінен тауып алдым. Қарап тұрғандарыңыздай ойыншылардың рейтингтерін осылай неткен. Енді жалпы ойыншылардың түрлері сондай ғана өзгермесе, бұлай енді өзгере қойған дым енді бір керемет, артық ештеңе жоқ екен достар. Өкінішке орай тренер режимін қоспаған екен. Жалпы енді анау айтарлықтар керемет айырмашылық көріп тұрған жоқ мына жерден. Мына бір скриншотқа көз жүгіртсеңіздер достар, бұл жерде контракт жазатын ойыншылармен жеке болған екен. Одан кейін менің клубым, ол бұрыннан әлі бар, сол қалпы. Лайф матчтар ол бұрыннан да сондай. Карьераның матчы өзінің составына өтетін. Жалпы енді қарап тұрсаңыздар, анау айтарлықтай бір керемет өзгешеліктер жоқ. Осыдан басталмай тұрып көбісі айтып жатыр еді, легендарный игроктарды қосады, тренер режимін қосады деп. Оның бәрі алдамшы болып шықты достар. Енді бір графикасында өзгешелік болмаса, қатты өзгешелік таппадым. Ал мына скриншотқа қарасаңыздар достар, бұл жерде енді клубтардың эмблемаларын шынайы қылуға болушы еді, бірақ олай істемепті. Жалпы тура осындай болады, Dreamliga 23 осындай болады деп күтілуде. Мына карьера бәрі қатты бір өзгешелік жоқ, енді стадиондарда да өзгешелік жоқ енді. Бұрынғыдан қарағанда енді сәл ғана былай қарасаң ойыншылардың шынайылығы, түр бет бейнелерінің сол ғана өзгерген сияқты менің ойымша. Енді оны ойнап көргеннен кейін көреміз. Алдағы 2 тәулік ішінде ойын ресми түрде ашылады. Оны өз аккаунттарыңызды кіре аласыздар, жүктеп ала аласыздар. Жалпы обновление болады деп телефоннан өзі шығып тұратын болады. Еш уайымдамаңыздар, аккаунттарым кетіп қалады деп. Енді ойнағаннан кейін барып мен сіздерге не өзгерген, не өзгермегенін айта аламын. Жалпы мен де қазір ойнамағаннан кейін ештеңе айта алмайды екенсің. Тек қолымда бар мәліметтермен сіздермен бөлісейін деп жатқаным. Бүгіндікке осы достар. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін жақсы видео шығаруға тырысамын. Сау, саламатта болыңыздар.